Сабыр түбі саралды деп не үшін айтылған білесің ба? Өйткені өмірдегі ең қымбат нәрселер бір күнде келмейді да. Бала бір күнде ер жетпейді. Ағаш бір күнде жеміс бермейді. Арман бір күнде орындалмайды. Қазір көп адам бәрін тез қалайды да. Тез ақша, тез нәтиже, тез танымалдық. Бірақ табиғаттың өзі бір нәрсені үйретеді да. Ең мықты нәрселер уақыт пен сабырды қажет етеді да. Сабыр деген қол қусырып қарап отыру емес, сабыр деген қиындыққа қарамастан жолыңнан тоқтамау да. Бүгін еккен дәнің ертең жеміс бермеуі мүмкін. Бірақ сен күтсең, еңбектенсең, бір күні міндетті түрде нәтижесін көресің да. Сондықтан халқымыз бекерден бекер сабыр түбі сары алтын демеген. Өйткені сабыр еткен адам уақыт өте келе басқалардан іздеген қазынаны табады да. Кейде жеңіс күштілерге емес, соңына дейін шыдағандарға бұйырады.